Сәуір болды. Көп ұзамай тәуір болса, көлікпен достармен бірге демалысқа шыққанға не жетсін. Бүгінгі оқиға дәл осы достармен демалысқа шыққан кездегі қызықтар туралы. Сәлем достар, сендермен бірге Ерасыл. Бүгін біз сіздерге 2010 жылы жарық көрген Хаски фильмі жайлы айтамыз. Кино бес достың көлікте кетіп бара жатқанымен басталады. Жігіттердің арасындағы жалғыз қыз Наталья, оның жігіті Брейн және Крис, Скотт, Джонни. Қарғалардың көлікке соғылғаны себепті көлік жолдан шығып жүре алмай қалады. Бір қызығы рөлде отырған Джонни беймәлім күйде жоқ болып кетеді. Джонни онсыз да қызық құмар болғандықтан ешкім оған мән бермейді. Әйтсе де осылай отыра берсе ұзамай түн басталатындықтан бір нәрсе істеу керек деп тұрғанында жақын маңайдан бір үй көрінеді. Ең жақын ауылдан да ұзап кеткендіктен Крис Брейннің қызымен бірге көлікте қалып, Брейн Скотт сол үйге қарай кетеді. Ұзын шөптер арасында жүргенде жақын көрінген үй әдеттегідей әжептәуір алыс болып шығады. Жүре-жүре біздің екеуі почта жәшігін, одан бөлек тот басқан көлікті көріп, үйде адам тұрғандығына сәл күмәнданып қалады. Тағы бір түрлі затқа кезіккен ол қос үркітетін қарақшы. Скотт қарақшының үстіне шыққанда үйге жақындап қалғандарын және үстіңгі қабатта жарық жанып тұрғанын көреді. Осы кезде көлік маңында жүрген Наталья шөптер арасынан кішкентай баланы көреді. Артынан еріп келгенде шөптің жанынан бір қарақшыны көреді. Крис тексеріп көрмек түгілі Натальяның кішкене баланы көрдім деген сөзіне сенбейді. Нәтижесінде Наталья бұл жерде бірдене дұрыс емес деп Брейннің артынан барамын дейді. Крис те амалсыздан келседі. Брейн Скотт екеуі әлгі үйге келіп, есігін ашып ішімен таныса бастайды. Осы манағы көліктен шығып жоқ болып кеткен Джонни. Түннің бір уағы болып, Натальяны ағашта өлген күйінде табады. Әрине Брейн қатты қайғы үстінде, ал Крис керісінше қорқып өздеріне үлкен қауіп төніп тұрғанын түсініп, үйге қарай жүгіре бастайды. Бір ажалдан аман қалған оларға шөптің арасынан қарақшы шабуыл жасамақшы болғанымен, ол шөптен басқа жерге шыға алмайды екен. Біздікілер енді не істейміз деп сөйлесіп отырады. Ал Брейн жақсы көретін адамынан көз алдында айырылғандықтан сау санасы жоғалып кек қайтаруды ғана ойлап отырады. Скотт ертіп үй артындағы гараждан мылтықтың оғын қоса көлікті тауып алады. Әрине кілті жоқ. Оның үстіне Скотттың көзіне елестер көрініп бастайды. Осылай біз шынайы оқиғаны білеміз. Осы үйде екі ұл әкесімен бірге тұрған. Әкесі үлкен ұлына ғана жақсы қатынасып, кішкене ұлын шектететін болған. Ұзақ уақыт шыдаған кіші ұлының шыдамы бітіп, ағасының өлтіріп, қос үркітетін қарақшының ішіне мәйітін салып жасырып тастапты. Скотт Брейн екеуі жоқта Крис үйді ақтарып төңкеріп бір кілт тауып алады. Ол әрине гараждағы көліктің кілті. Өзінің қаншалықты маңызды дүние тауып алғанын түсініп үлгермей жатып, Chris, are you okay? Scott!
Брейн тігін бөлмесіне барса, Наталья жоқ. Крис көліктің кілтін таптық, сонымен бірге кетіп қалайық десе, Брейн, Наталья тірі немесе өлі екені маған бәрібір. Бұл жерден тек Натальямен бірге кетеміз, немесе ешкім кетпейді дейді. Скотт осы жерде өмір сүрген кіші ұлын көріп, артынан шөпке кіріп, ағасын өлтірген сәтін көреді. Not your best. Брейн оны құтқарып үйге алып келіп, жарасын танып береді. Крис, Брейн енді сөз тыңдамайды, ертерек бұл жерден кетейік дейді. Оған Скотт Брейнмен бірге қалатынын айтады. Кристе көліктің кілті жоқ болса да, сындармен бір-біріне жалғау арқылы көлікті оталдырып жатқанында, біздің екеу жертөледен кіші ұлының мәйітін тауып алады. Әкесі ағасын өлтіргенін біліп, жертөлеге қамап, сол жерде өзін атып өлтірген секілді. Біздің екеу манағы гаражда оқтары бар болғандықтан мылтықталады. Natalie? Осылай Брейн өліп, Крис Скотт екеуін не істейміз деп отырады. Скотт сәл ақылды болғандықтан ережені түсініп қояды. Бұл адамдарды өлтіріп жүрген ағасы, ол қарақшылардың арасында әрқайсының бір басқарып жүреді. Солай мен адамдарды өлтірген адамдардың денесіне кіріп, тігін бөлмесіне барып, маска тігіп киіп, қарақшылардың санын көбейтеді екен. Алғаш Скотт Брейн екеуі қауіпсіз шөптердің арасынан өтіп кетуі де сол кезде Джоннидің денесіндегі елес маска тігіп отырумен байланысты. Демек шөптердің арасынан аман өтетін жалғыз мүмкіндігі осы. Брейннің денесі мен маска тігуге келгенінде қашып кету. Әшейін қашып кетсе болады ғой. Жоқ, біздің екеуі бұл алқапты өртейміз. Енді ешкім зардап шекпеу керек дейді. Going. Let's go. Осылайша кино аяқталады. Видео ұнаса не істеу керек екенін білесіздер. Тегін лайкты аямай басамыз, өз ой-пікірімізді комментарийға қалдырамыз. Ал егер сәуап алғыңыз келсе, онда видеоны таратып жібереміз. Келесі кездескенше сау саламат.